Так, екінші попытка. Тағы да бисмилля деп көрейік. Тағы да Мұхамеджан аға запрос жіберіп көрейік. Или ол кісі бізге қосыла алмай жатыр. Или проблема бізде болып тұр ма? Ассалаумағалейкум Мұхамеджан аға. Уағалейкум ассалам. Камераңыз, енді көрініп тұр. Қалыңыз қалай аға? Аллаға шүкір, өздеріңіз. Жақсы демалып жатсыз ба? Денсаулығыңыз жақсы ма бәрі? Аллаға. Онда бісміллә деп бастай берейік аға, иә? Біздің де уақыт алмайды. Бізде аға бірінші сұрақ, мен негізі өзім қазір ойыма келіп жатыр да, анау, сіз ол туралы бір кезде бір айтқансыз негізі, қағазға жазу керек, арман мақсатты дегенше. Бір кезде бір эфирде естіп қалғам. Соны мен де бір 16-шы жылына, 18-ші жылына мүмкін жазған екен қағазға ше. Енді ол кезде біраз адамдардың аты бар, бірақ сіздің атыңыз бірінші тұр екен. Қазір тауып отырмын да, Мұхамеджан ағамен осылай кездесемін, яғни бір сұхбаттасам, дастархандас боламын деп жаздырған екен. Бірнеше адам бар соның ішінде. Және менің тойымды Мұхамеджан аға ашып береді деп жазған екен. Енді ол алла қаласа мүмкін болып жатыр. Бірақ осы арман мақсатты жазу, қағазға түсіру деген нәрсе қаншалықты негізі дұрыс. Енді психологтардың қазір тілмен айтқанда ойдағы нәрсені қағазға түсіру керек деп айтып жатады ғой. Енді осы нәрсе қаншалықты дұрыс, немесе енді дін жағынан қарасақ та, психология жағынан қарасақ та бұл керек нәрсе ма деген нәрсе ой келеді де енді. Осы сіз қалай ойлайсыз осы туралы? Мен мысалы қазір жазғанымды қазір орындалып отыр екен де, енді онлайн болса да қазір ойыма келген сұрақ қой енді. Жалпы енді жазу, жоспарлау деген дүние ол бүгін пайда болған жоқ. Ол адамзат қаншама ескі папирус қағаздар табылып жатыр тарихтың қойнауынан. Баққан айтпағанда Абайдың өзі қолға нағыз тәжірибесі жинақталған уақытта менің жазудан басқа шаруам жоқ. Яғни барлық нәрсені жазуға отырып, жазудың қазығын. Тіптен сахабалардың өзі айтқан, біз көп сақтадық, бірақ әлі жазып жүрген бұл мәселені. Яғни әуелі сахабалардың өзі жадына сенбек, санатына сенген. Біріншіден жазу кез келген орындалуына көмектеседі. Екіншіден жазу деген нәрсе ол еңбек. Сондықтан адамның еңбек алла далаға жібермейді. Өзіміз бұрында дайындалатынбыз. Газет қағазға академик ағалармен мақтасамыз. Қағазға түсіреміз, жазамыз. Мүмкін ол факты айтыста жүзеге аспауы мүмкін, аузымыздан өлең болып шықпауы мүмкін. Бірақ сол дайындалған айтыстың берекесі дайындалмаған айтыстан басқаша болып. Яғни жазу, жүру, еңбектеніп жүру ол бөлек нәрсе. Сондықтан енді кешегі Мұқағали ағаларымызды қарасаң, Қадыр Мырзалиевтарды қарасаң, бүгінгі көз тірі Асанәлі Әшімовтарды қарасаң, бәрі күнделік жазады. Неге? Себебі бір кезде жақсы көркем ой болып тұрған нәрсе уақыт өте келе адамның керек кезінде ойға түспей қояды. Сондықтан адамның даналығы да, өмірдегі жұмысының жүйелілігіне де жазып жүрудің пайдасы зор. Мен ең қарапайым жазуымды айтайын, ертеңгі болатын жұмыстарымның барлығын кешке мен заметкиіме, яғни еске түсіретін парақшама жазып қоямын. Ертесіне оның 50-60% жүзеге асырамын, 30-40% келесі күнге, одан келесі күнге қалып жүреді сүйретіліп. Бірақ ол жазбасақ, ол міндетті түрде ақымақ бас екі аяққа тыным бермес деп, бір шаруаны 2 рет барып бітіре алмай жүреді. Сондықтан жазу деген адамның жұмысын да реттейді, ісіне береке береді, және жадында жақсы сақталады, және міндетті түрде Алладан жазғанға жәрдем болады. Жазу жақсы екен, дегенмен. Өте түсінікті аға. Онда біз тақырыпқа байланысты сұрақтардан бастайық. Алла қаласа. Енді бірінші тақырып, біз енді менің айналысып жүрген нәрсем, енді көп адамдар дұрыс түсінбей жатады. Жаңағы сен қыздармен тек қана танысуды үйретесің, қыздармен жаңағы бір дұрыс емес әрекеттерді үйретесің деген сияқты сөздер айтылып жатады. Ол туыстардың арасында да, бетімізге келіп айтпаса да, жаңа астында комментарийлерде де жазып жатады, бұл дұрыс емес қой деген нәрсе сияқты. Енді оның әркіміне ақталып, оның ақ қарасын айтып жататын ондай энергиямыз жоқ. Бірақ дегенмен де барлық нәрсе танысудан басталады ғой. Сол бұрында енді қазақта айтады, жаңағы жеңгелер бір-бірін таныстырған екі жасты деп, жаңа құда түсіп қойған алдын ала деген сияқты. Или жаңа досымен, ағасымен араласып, сол үйдің қызын көріп,
таныс жерден қыз алған деген сияқты. Енді қазір ондай жағдай бәріміздің басымызда жоқ қой. Яғни кез келген адам өйтіп жаңағы досының қарындасын алып немесе ата анасы бір бірімен таныстырып жататындай жағдай жоқ. Яғни қазір көп, мен енді осы сұрақ тақырыпта жүргеннен кейін жігіттерден көп сұрақ келеді. Ұнаған қызым бар, бірақ таныса алмаймын. Жаңағы универде оқимын, ол қыздың сыртынан бір жылдай болып көріп жүрмін, бірақ жақындай алмаймын деген сияқты сұрақтар көп келеді. Танысуды білмеймін деген сияқты. Яғни осы енді қазір көшеде жігіт пен қыздың танысуы, енді жігіттің бірінші қадам жасап танысуы, таныса алуы қаншалықты керек нәрсе. Яғни бұл енді дұрыс па, бұл қазақилықта бар ма? Яғни қазіргі енді біздің уақытта осылай таныспаса енді басқа бір жолдар болмай тұр ғой. Яғни оған қызды көрген кезде үйленгісі келеді дегендей танысқысы келеді, бірақ соны көшеде танысуы енді қаншалықты дұрыс деп ойлаймын. Енді мен осы нәрсені үйретіп жүрмін адамдарға. Сіз қалай ойлайсыз? Бұрыс деп оны кесіп айтатын дүние емес. Енді көшеде танысып бақыт болып кетіп жатқандар бар. Ата-аналары таныстырып та бір-біріменен тағдырлары сәйкес келмей жатқандар бар. Жалпы танысудың формасы көп қой. Ол көшеде танысқан рұқсат еткен нәрсе жоқ. Әрине, асылында жөн жоспен, алтында дәстүрінде бар дүниемен. Бірақ ол үшін адамның төңірегінде адамға әсер етуші, адамға көмектесудің барлығы бүтін болу керек. Қазақ төрт құбыласы түгелде. Сенің атаң, әжең, досың, туысың, туғаныңның бәрі тамыңды ойлап тұратындай, сен оларға сенетіндей сондай бір ортаң болса, әулетің болса, өсіп өнген ортаң бар болатын болса, әрине сенің дәстүрменен танысуың жеңілдейді. Қазіргі уақытта сенің таныспақ түгілі ол кейбір орта сенің әкең таныстырып жібермейді, қызды таныстырмақ. Сол себепті мәселе танысуда емес, сол танысудағы ниетте. Мысалға, ғашықтық, құмарлықпен ол екі жол деген сияқты, адам бір басымды екеу қылайын, бір текті жерден қыз алып, өсіп өнейін, жалғыз өмір сүрмейін, жалғыздық Құдайға ғана жарасқан, жанымды жылытайын, ұрпақ көбейтейін, өмірім берекесін кіргізейін деп ниетпен танысса, оған міндетті түрде Алланың жәрдемі болады. Ол остановкада танысса да, интернетте танысса да, көшеде танысса да, қай жерде танысса да, оның ар жақ жақсылыққа жалғасып кетуі мүмкін. Ал енді ниеті дұрыс болмаса, немесе өзі дайын болмаса, немесе ол біреудің сүйреп қосқан тазы түлкі алмайды дегендей, біреулердің үгіттеуіменен танысқан болса, ол әке-шешесі танысса да, оның бәрібір арты қайырлы болмайды. Неге? Басына ниеті дұрыс болмады. Ниеті дұрыс. Ниетте ұнатпады, немесе содан бір береке табам деген бір сенімділік болған жоқ. Сол себептен адам қай жақта танысса да, интернетте танысса да, көшеде танысса да, далада танысса да, ниеті дұрыс болса, ары қарай адамдар бір-бірінің жақсылықтарымен жақсылықтар. Бірақ бір мәселе бар. Жалпы танысамаймын деген ол көп нәрсенің кілті. Мысалға, қызбен таныса алмаған адам бастығымен тіл табысуы мүмкін. Қызбен таныса алмаған адам өзінің туған туысқанымен тіл табысып жарт болып. Жалпы жігіт деген қаршыға сияқты болу керек. Жігіт деген қыздың психологиясын зерттеп біліп, оған қандай кілттері бар, немесе оның жанын жақсылыққа баулауға, жақсы қасиеттерін оның алдында шақыратуға қандай мүмкіншіліктер бар. Міне бұл базовый жігіттің бойында болу керек. Ал енді танысудың өзіне әлсіздік қылып жататын болса, ол жігіттің әлі көп нәрсеге дайындығы әлсіз деген сөз. Өйткені танысу дегеннің өзі қарап отырсаң, қандай жағдай, бір отырысқа, бір қонаққа барып болады, бір адам таныса, 2-3 сағаттың ішінде бір 2-3 жылдан бері танысудай. Танысу кезіндегі тәсілдерді, адам психологиялық ішкі сыртқы дүниелерін игергенін байқайсың әлгі адамның. Ал енді бір адаммен 10 жыл араласып жүресің, бірақ бір ортаға салмақ түскен қонақ келгенде мүлдем бөтен адам екенді, бір-бірін айтын алыс адам екеніңді байқайсың. Сондықтан танысу деген адамның өміріндегі өте маңызды нәрсе деп есептеймін. Коммуникация деп айтасың. Өмірге дайындығы бар, былайша айтқан кезде жігіттік жігері бар, жүрегін тоқтатқан, көзқарасы қалыптасқан адамға менің ойымша танысу проблема емес. Бірақ көп жігіттерде проблема екен. Енді сұрақтарға біз қараймыз ғой. Демек, ол қызбен танысу проблема емес.
өмірде өзіне өзі сенімділігі жоқ. Ол қыз ғана емес, оны бір жұмысқа апарсаң да ол адамдармен тіл табыса алмай бастайды. Немесе армияға барса да ол төңірегіндегі адамдармен тіл табыса алмай бастайды. Сондықтан жалпы біздің қазіргі жігіттеріміздің қызбен таныса алмауы әзірге біздің өмір сүруге, өмірде жауапкершілік арқалауға деген дайындығымыздың аздығын көрсетеді ғой. Ал ол қызбен танысу, ол жалпы қалдары ғой. Иә. Делотехники. Өте дұрыс айтасыз аға. Сосын тағы да бір осындай сұрақтар келеді. Мынау үлкен қыздардан көбінесе, или болмаса бұл енді қатты жаңағы жігітті күтіп шаршаған қыздың сұрағы болады ма, или болмаса ол жаңағы әбден жасы келіп, жаңағы жігіттер жағынан жаңағы бірінші қадамды күтіп шаршаған қыздардың сұрағы деп өзім ойлаймын. Яғни осындай кезде қыздар сұрақ қойып жатады. Мен өзім қыз баласы танысса бола ма жігітпен? Өзім бірінші қадам жасауға бола ма деген сияқты. Енді оның артында не тұрғанын мен білмеймін, сұрасаң айтпайды да. Бірақ дегенмен қазақта бар ма қыз баласы бірінші қадам жасау деген нәрсе? Ол қазақта да, шариғатта да қай кезде де бар, бірақ ол жаңағы оны жігіт жаман нәрсеге пайдаланып кетпеу керек. Қыздың, мысалға, пайғамбарымыздың өзіне Хадижа анамыз мысалға үйленуге қадам жасап, өзінің туыстары арқылы танысып, яғни пайғамбарымыз ары қарай қабылдауына ұсыныс білдірген. Немесе қазақта да қаншама балалар жеңгесі арқылы жалпы бір белгілі бір жігітке ел мақтаған жігітті қыз жақтаған деген сөз, ел мақтаған жігітті қыз жақтаған деген сөз, қыздың да өзінің ойы бар, пікірі бар, махаббаты бар, сезімі бар деген сөз. Ол сезімі бар, біреуді ұнатады, біреуге симпатиясы бар деген сөз, ол бұзылып кетті, немесе мынаның ойы арам екен деген сөз емес. Ол қыздың, яғни өзінің ішкі тұлғалық қасиеті бар деген сөз. Анасын айтады, немесе жақынын айтып, білдіріп, ақылдасып, ары қарай бұрын қазақта да ағасы, әкесі арқылы болатын. Мысалы, мен өзімнің де туыс жақын бір-екі қарындасымды күйеу балаларға өзім айту арқылы тұрмысқа бердім. Мысалға, қарындастарыма жаным ашып жүрді, бір жақсы жігіт кездессе екен деп. Сөйтіп бір жақсы жігіттерді көрдім. Көргеннен кейін менің қарындасым бар еді, соған көңілің қалай деген ерсі ғой енді. Сол ортақ таныс бір кісілерге айттым. Ана бауырымыз үйленгісі келетін жасқа жетіпті ғой, ниеті де бар сияқты. Жалпы мен айтты демеңіз, ескертпейсіз ба? Деп, ол кісі мен айтқандай қылмай ескертіп, кейін сол менің қазір күйеу балаларым болып, яғни қарындастарымменен өсіп-өніп жатты. Жақсы отбасы болып кетті. Сондықтан қыз бала бола ма, қыз баланың ағасы бола ма, қыз баланың әкесі бола ма, ол тараптан да жақсы бір жігітке, яғни өзіңе лайық қызды ұсыну, немесе қыз баланың өзінің көңілін білдіріп, ортадағы жанашитын адамдар арқылы жарасып кету деген нәрсе бар. Сондықтан жалпы қыз балалардың қалауына, қыз балалардың көңіліне өте құрметпен қарауымыз керек деп ойлаймын. Яғни бұны ұят деп, жаңағы тек қана жігіт па адам бірінші қадам жасау керек деп, яғни қыздар өзін тоқтатпау керек қой, яғни ниет дұрыс болса, жаңағы. Жоқ, енді жігіттің, мысалға, жігіт байқамауы мүмкін, білмеуі мүмкін. Сондай жағдай бар. Жақсы қыз екенін сезбей жүруі мүмкін да, мысалға. Сондықтан қыз бала білсе. Қараңыз, жай ғана жарлық, жұбайлық қана емес, мысалға, Қыз Жібектің егер дастанын оқып отырсаңыз, сол жерде қыз құртқа ана жары болған қобландыға тұлпар болатын сәйгүлікті ана танып, соны тауып, сонда не дейді дастанда? Мені берсең де мына биені ал дейді. Мені берсең де дейді. Яғни қыз бала өзінде ұсыналады. Қыз бала егер жақсы жарыменен орнын тауып қосылатын болса, оның бағында ашады. Есіктегі басын төрге де сүйрейді. Ондай да қасиеттер қазақ қыздарының бойында өте көп болған. Жаңа Қыз Жібек дастаны соған мысал. Енді қыз бала неге жар таңдауда өзінің бағанағы айтқан еркі мүмкіншілігі бар деп айтамыз. Себебі Алла тағала о бастан ерді де қызды да еркіндікпен жаратқан. Адамның ниеттенуіне, ойлауына, қалауына толық мүмкіншілік берілген. Құл емес, күң емес, өз еркінде. Сондықтан қыз баланың еркі қалауына біз қарауымыз керек, және
соның алданып қалмай, арбалып қалмай, от басып қалмай, дұрыс бақытын қамтамасыз етуге әрдайым құлықты болуымыз керек. Өте керемет аға, түсінікті болды. Тағы да бір сұрақ, енді қазір үйленіп болады көбісі, ажырасады, сосын жаңағы енді өзім айналамда бар адамдар, осындай жігіттер үйленеді, ажырасады, содан кейін барып тағы да бір неке қияды, ол жақтан да бала бар, яғни 3-4 некелеседі, әр некеден балалары бар. Бірақ осылай ажырасып жүре береді. Содан кейін некесіз де жүрген адамдар бар. Осылай, яғни болады ғой, енді еркектеген жүргеннен кейін осылай жүру керек деген сияқты бір сондай бір надандық көзқараспен еркекпіз ғой деп өмір сүріп жатқан адамдарды мен өзім жеке танығаннан кейін осы сұрақ келеді да. Яғни осы адамдар, осы жігіттер енді жауапкершілікті ала алмайтын бір баланың қылығын жасап жүрген сияқты менің ойымша да. Өйткені бір баланы тудырып тастап кетіп, екінші баланы тудырып тағы да тастап кетіп жүре беру, ол енді үлкен ер адамның толық бір жауапкершілік сезінбеуі деп ойлаймын, әлі баланың мінезі деп ойлаймын да, меніңше. Енді бұрында айтады ғой осындай, қазір мен оқып жатқан курстарда, енді бұл батыстың курстары болғанмен, дегенмен осы жерде айтады да, бұрын әр ұлттың өзінің бір несі болған дейді да, жас баланы еркекке тәрбиелейтін, жас баланы жігіт қылатын, жігітті еркек қылатын бір инициациялар болған дейді да, яғни бір обряд болады, белгілі бір жаңағы сынақтардан өтіп, психологиялық, физикалық сынақтардан өткеннен кейін еркек адамды басқа еркектер мойындайтын болған, қатарға қосатын болған. Яғни ол өзінің бір еркек екенін дәлелдейтін болған да, яғни балалық шақтан еркекке ауысатын болған, еркектен жігітке ауысатын, яғни сол арқылы өзін жаңағы қоғамда орын табатын болған дейді да, яғни бір обряд инициации мужчин деп айтады енді орысша. Осындай нәрсе біздің қазақта болған ба, яғни баланың жігіт болуы, жігіттің еркек болуы деген сияқты бір осындай обрядтар, яғни бір дәстүр болған ба қазақта? Бізге керек па ол негізі қазір осындай нәрсе? Жоқ, біз енді қазақ деген ұлт болатын болсақ, басқа ұлттар сияқты біздің де өте әлемге бренд қылып ұсынатын өте көп жақсы қасиеттеріміз бар. Жай ғана қарапайым ұл баланы сүндеттеудің өзі, оның ұл екенін есіне салатын, оның қыз емес, ұл екенін сүндеттеп жатқан кезде ауызбен айтпасақ та, оған түсіндірмесек те, оның қыз балаларға қарағанда басқаша бір ерекшелігі бар, жаратылыс екенін есіне салып жатырмыз. Одан сүндеттегеннен кейін көбінде мүмкіншілік болса, кішкене болса да оған көрімдік береміз. Не үшін көрімдік береміз? Қуандырамыз, оның, яғни осы бір мероприятие, осы бір іс-шара арқылы оның өмірінде бір ерекше нәрсеге дайындап жатқанымызды сезіндіреміз, қуандыру арқылы. Бұл да оны еркек екенін сезіндіру. Яғни ол балада білмесе де қарайды ғой. Мен неге сүндетті, неге бұл нәрсеге аса мән беріп жатыр, неге ел көрімдік беріп жатыр. Шамасы жетсе тай мінгізіп, үкілеп, елдің алдына алып шығатын болған. Яғни сол сүндеттеудің өзі ұл баланың енді сен қыздардан бөлек жатасың, әке-шешеңнің қасында ұйықтамайсың, сен бөлек баласың, немесе сен бір жауапкершілік арқалайтын, осы үйде әкең жоқ кезде бас көз болатын баласың деген сияқты бір тәрбиенің өзегі болды. Одан кейін бір келесі кезеңдер болды. Мысалға, баланы тайға мінгізіп, бәйгеге шапқызды. Ол ұтылар. Бірақ бала бәйгеге шауып, намысқа шауып, бір ру елдің атынан, немесе бір ауылдың атынан шапқан кезде, ол озар, қалар. Мәселе ода емес. Аттың жалын ұстап, жұрттың назарын өзіне аударып, кішкентайынан, кішкентай мақтау мен мадақтың, немесе жеңілу мен жеңістің дәмін сезіп дегендей, өмірдің ыстық суығына дайындала бастайды. Одан кейін барып, оны атқа мінгізеді, сөйтіп үйлендіреді. Үйлендірген кезде үлкен бір дәстүр бар, қазіргі уақытта жоғалып бара жатыр. Үйленген 2 жасқа үй көрсету дейді. Үйленгеннен кейін қасындағы жас келіншегімен бірге саған үй көрсетейік, дәм берейік деп шақырады. Сол кезде бұрын соңды естімеген сөздерді естиді. Сен енді әкең бәленше, шешең түгенше, үлкен азамат болдық, міне енді сенің 3 жұртың түгелденді, өз жұртың бар еді, нағашы жұртың бар еді, енді оған қайын жұрт қосылды, сен енді бұрынғы балалығыңды қой, жаңағы үйге көңіл бөл, жарың бар сені күтіп отырған деген сияқты сөздерді әке-шеше емес, достары емес, қонақ қып күтіп төріне шығарып отырған адам айтқан кезде, ол пешат болып, мөр болып басылады. Сондықтан ұл баланы сүндеттеп бір есейтсе, айға мінгізіп, атқа мінгізіп, немесе құс салғызып, немесе суға жүздіртіп, кішкентайынан бір намысқа шаптыртып үйретсе, кейін үйленген кезде де соны бекіту. Мысалға,
мынандай дүние бар, біз әліппемен қоштасамыз да мектепте. иә Сөйтіп әліппемен қоштасып, ол балалардың есінде қалу үшін кішігірім бір жиын жасайық, марапат қағаз береміз, ойын ойнатамыз. Сөйтіп ол балалар мектеп бітіргенше әліппемен қоштасу есінде жүреді. Сол сияқты балалықпен де ресми түрде қоштасатын осындай қазақ іс-шаралары болған. Қазір қарасаң, бір адамдар 30-ға келсе де, 40-қа келсе де, немесе әйел алып ұл қызы болса да, әлі балалық арылмаған адам жоқ. Әлі баланың приколын айтып, бала сияқты күліп, бала сияқты кететін, немесе бала сияқты жауапкершілік мойнына жүктемей, өмірге несерьезный қарайтын жігіттердің пайда болуы, балалықпен ол қоштаспаған, қоштасайын деп те ойлап жүр. Немесе қазір бала емес, естияр адам екен, оған қарап отырған жары бар, оған қарап отырған әке деп қарап отырған бала шағасы бар, немесе осы ұлымызды үйлендіріп, енді өз жауапкершілік өзінде деп үміт етіп отырған әке шешесі бар екенін сезінбей жүрген ұлдар бар. Ол неліктен? Себебі ол балалықпен қоштасып, енді мен бала емеспін деген дүние жоқ. Мысалға, советтік кезеңде әскерге барған кезде көбінде балалықпен сол әскерде қоштасып деп ойлайтын. Себебі әскерге кетіп бара жату бір той болатын. Әскерге бармай қалу бала үшін үлкен намыс болатын, ұл бала үшін. Әскерден хат келсе бүкіл ауыл болып сағынып күтіп дегендей соны оқитын. Әскерден келгенде соның астына түсіп бүкіл балалар қызығып формасын киіп, басындағы несін киіп, пилоткасын киіп қызықтайтын. Яғни сол әскерге барудың өзі ұл баланың балалық шақпен қоштасу секілдетін. Қазір енді не болғанын өзіміз түсінбей қалдық қой. Балалық шақпен қоштаспақ түгіл әскерге барған ұлдарымыз өмірмен қоштасып кетіп жатыр. Өмірмен қоштасып кетіп жатыр. Сондықтан ол Жапонда да дәстүрін берік ұстаған. Ол кешегі мына Ақпатшаның кезінде дәстүр ұстап отырған орыс халқында, славян халықтарында да жалпы балалық шақпенен қоштасу, сөйтіп ер азамат екенін сезіндірудің осындай формалары болған. Біз қазір қарасаң 30-ға келсе де, 40-ға келсе де, 50-ге келсе де әлі бала сияқты әңгіме айтатын адамдардың ортамызда болуы сол. Сен 60-ға келсе де, ата сақалы аузына бітсе де, әлі жауапкершілік арқалау деген нәрсені сезінбейтін. Мен қыздарды бақытты қылуым керек, жарымды рахатқа бөлуім керек деген нәрсені сезінбейтін ер балалардың болуы сол бір формациялардан өтпегендігінің бірден бір себебі. Яғни ол дәстүр бізде қалып бара жатыр деген сөз ғой, иә? Қалып бара жатқанда ұмытылып бара жатыр, өкінішке. Иә. Оны жаңғырту үшін біз сонда не істеу керекпіз енді? Ол үлкен адамдар осындай қателіктер істеп жүр ғой. Енді ол жаңа 30-ға 40-қа келсе де әлі бала болып жүрген жігіттерге біз не істей аламыз, не айта аламыз оларға? Мына жас болса да үлкен адамдармен араласуға, үлкен адамдармен достасуға тырысу керек жастар. Жастарда мысалға мынандай кейде қате түсінік бар да, жас болғасын жастармен ғана дос болу керек деген. Иә. Бүкіл жастық шағының сол ешқандай өспей бір құдықтың ішінде құрбақа сияқты сол жерде өтіп кеткенін байқамай қалады. Сондықтан сен жастармен де араласуға уақыт табасың. Жастармен де баратын бар, похотың бар, тауың бар, спортың бар, бассейнің бар, ойының бар, күлкің бар, жүресің. Бірақ үлкен адамдар болуға, үлкен жасы ұлғайған, өмірлік тәжірибесі бар адамдармен дос болуға тырысу керек. Ол кезде төтелей аласың. Яғни қысқа уақыттың ішінде адам өзінің қай жерден қателік кетіп жатқанын алады. Себебі қазақта сөз бар. Бала айтқан істемейді, көрген істейді. Қай уақытта да адам баласы біреуге еліктесе, біреуді жақсы көріп қалса, соның қасына еріп жүрген кезде ол тез үйренеді. Мысалға, біз айтыскер ақын болып сахнада жүрдік. Сол айтыскер ақын болған кезде біздің есеуімізге ерекше адамдар сол кездегі ақын ұстаздарымыз. Соның ішінде Айтмұхамед Исақов деген ағам. Айтмұхамед Исақов мені тек қана ақын болуға тәрбиелеген жоқ, азамат болуға тәрбиеледі. Қасына атқа мінгестіріп алады да мені балыққа алып барады. Немесе мені велосипедке мінгестіріп алып, біреудің бетін ашса, соның қасына алып жүреді да, былайша айтқанда мені қолыма қағаз қалам алып, азаннан кешке дейін бір класста отырып маған ақындықты үйреткен жоқ. Атының артына мінгізіп, велосипедінің артына мінгізіп жүріп, яғни көрсетіп жүріп ақын. Яғни өзіне тәнті қылды. Мен Айтмұхамед ағамызды жақсы көрдім. Жақсы көргесін оның бойындағы бүкіл жақсы қасиетін өзіме сіңіруге тырыстым. Сондықтан ақындық болсын, азаматтық позиция болсын,
қандай жағдайда жас жігіттер өзінен үлкен үлгі беретін адамға ілессе, соның қасында көп жүрсе, сол төтелей, яғни кітаптан алмаған, теориялық сабақтардан алмаған дәрістерді өмірден тез үйреніп алады. Бұл кәдімгі бұрыннан қазақта мынандай нәрсе бар. Мысалы, қазір біз айтамыз, ой, мына балам жасық, неге дегенде әкесі жоқ деп айтамыз. Немесе әкесіз өсіп жатыр, осы балама уайымдаймыз деп айтамыз. Бұл әкесіз өсу, бұл біздің заманымызда ғана болған жоқ. Жалғыз басты аналардың баласын тәрбиелеуі, ол бүгін осы 90-шы жылдары, 2000-шы жылдары ғана болып отқан жоқ. Қазақтың соңғы 500 жылы қан майдан соғыста жаугершілікте өткен. Сол жаугершіліктің бәрінде қазақ жеңіске жеткен жоқ. Соның көбінде ерлеріміз майданда қаза тапты, шахид болды. Яғни шаңырақ ортасына түсті, қазан төңкерілді. Сол үйдің енді балаларын кім өсірді? Сол үйдің бәйбішесі өсірді. Сол үйдегі аналарымыз өсірді, жеңгелеріміз өсірді. Бірақ неге олар қызтеке болып кетпеді? Неге олар жасық болмады? Неге сол әкесі майданда қайтыс болса да, әкесі жаугершілікте өліп, жалғыз басты аналар тәрбиелесе де, сол ұлдар кейін елге ие болатын жігіт болып қалыптасты. Соның бірден бір тетігі, аналар балапан басқан тауық секілді баласын бауырына басып қана отырған жоқ. Балаңды аясаң аяма дегендей, баласын ел ағаларына қызметке берді. Молданың қасында жүріп, жаңа құмғанның суын жылытты, бидің қасында жүріп, атының белбеуін тартпасын тартып берді. Немесе жаңағы байдың қасында жүріп, қонақ күтісті. Сол сияқты үлкен адамдардың қасында жүруіне себеп болды. Менің де қасымда мысалға анасы тәрбиелеген, әкесі өткен жастар бар. Бірақ аналары кішкентай кезінен әртүрлі үйірмелерге берген, бассейнге берген, үйірмелерге берген, үлкен адамдар келсе солармен таныстырған, қазақша айтқанда аузына түкірткен, әйтеуір соның бір батасын алуға тырысты. Сөйтіп, сол балалар қазір біздің қасымызда кәдімгі ел танитын үлкен азаматтарға айналды. Аналарымызға Алла разы болсын. Былайша айтқанда балам, Құдай-ай, осы балам деп, тек қана оған махаббат пен мейірімін ғана арнаған жоқ. Оған өмірге жаңағы қанат қағуына, қоғаммен араласуына да батыл шешімдер қабылдай білді. Сондықтан қазіргі аналарымызға да сондай бір батыл шешімдер керек, ойлану керек, қарау керек, қоғамда кім бар. Мысалға кейде біздерге осы әлеуметтік желі арқылы баламның тұсауын кестіртейін деп едім, баталайын деп едім, деп жаңағы іздеп шақырып жатады. Мен уақытым, мүмкіншілігім болмай жатса да баруға тырысам. Неге? Себебі ол сол үйдегі аналарымыздың бір баласының өмірге араласып кетсе екен, дұрыс бір бата алып қабыл болса екен, бір ауыз сөз болса да естияр жігіт болса екен деген талпынысы ғой аналарымыздың. Соған құрметпен қарағандықтан уақыт тауып баруға, бата беруге, сол ортада болуға тырысамыз. Сол талпыныс жасап жатқан аналарымызға Алла разы болсын деп айтқым келеді. Түсінікті аға. Сосын жаңа сіз аға айтып кеттіңіз, әскер туралы айтып кеттіңіз ғой, жаңа балалар, тұсау кеткен бала өліп келіп жатыр деген сияқты. Енді бұрында аға көкелерімізден естиміз ғой, әскерге 2-3 жылдап кететінбіз, одан кейін айдалаға кететінбіз. Ол жерде де сол дедовщина деген болды, ол жерде төбелес деген нәрсе болды. Бірақ енді балалар өйтіп өліп келді деген нәрсе енді ол кезде қазіргідей көп болмаған сияқты, өйткені мүмкін болған да шығар, бірақ біз ол нәрсені қатты біле бермейміз. Бірақ қазіргі біздің әскерге, 1 жылдық әскердің өзіне ата-аналар балаларын жіберуге ол қатты ойланады. Сау кеткен баламыз ауру келіп жатыр, немесе сау кеткен бала жаңағыдай өлді деген хабар келіп жатыр. Кеше ғана бір баланың сондай тағы да несі шықты ғой, енді қоғамда жаман нәрсені айтсаң көбейеді дейді ғой, бірақ дегенмен жаңа әскер туралы әңгіме болып отқаннан кейін бұл енді осындай бұл нәрсенің себебі не деп ойлаймын да, бұл балалардың біздің қазір бір әлсіздігі ма, яғни сол жердегі бір дедовщинаға, сол жердегі бір әлімжеттік, сондай нәрсеге көне алмай, шыдай алмауы ма, әлде бұл жерде или болмаса жаңағы сол жердің жаңағы басшылықтардың, әскери адамдардың бір қатып қалған сондай бір системаны құрып қоюында ма, яғни осылай болу керек, әскер деген осы, бұны ешкім өзгертпейді, бұл о жылдан бері осылай болған, болу керек деп, яғни сол системаға көну керексің деген нәрсе ма, жоқ бұл адамның еркі ма, өзгерте ала ма бұл нәрсе, яғни дедовщина, әлімжеттік деген нәрсе. Енді бұл біреудің өміріне қол сұғу, бір қиянат жасау деген нәрсе ғой, бұл аға іні деген нәрсе жоқ, ешқандай бір қазақтың баласы деген нәрсе исімен жоқ. Осы нәрсені қалай тоқтатуға болады, немесе бұның себептері не деймін? Міндетті түрде өзгереді бауырым. Абай атамыз айтқандай, ортамызда бір адам бір жағдайға ұшыраса, замандасының бәрі виноват дейді ғой, біз бәріміз кінәліміз.
бұған мемлекеттің тетігін ұстап отырғанда, қоғамға зиялы қауым болып жүргендерді, ата-ана болып отырғандарда әрқайсымыздың кінәміз бар. Мысалға, өмірден өтіп жатқанда біздің бауырымыз, өлуіне себеп болып жатқандар да біреулердің баласы. Сондықтан біз бәріміз кінәлі. Бірінші айтып өтетін нәрсе, біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Кейбірде біз жалпылай ала саламыз. Мысалға, ой, баяғыда біз армияға барған едік, бізде таяқ жедік қой, өлген жоқпыз деген сияқты. Ол баяғыдағы адамдар мен бүгінгі адамдардың farқы бар. Мысалға, мына Махтум деген Дубайды салған шейх бар, оны Дубайдың қазіргі әмірі. Соның бір керемет сөз бар. Мынандай айтатын. Менің әкелерім дейді, түйемен жүрді дейді. Мен Мерседеспен жүрдім дейді. Менің балам Range Roverмен жүрді, енді оның баласы Майбақпен жүрді, бірақ Майбақтан кейін оның баласы немересі, яғни ол қайтадан түйемен жүреді дейді. Сонда адамдар сұрайды, неге олай деген кезде айтады, мына мықты адамдар дейді, жайлы замандар жасайды, жағдайды түзетеді дейді. Ал жайлы замандар әлсіз адамдар дүниеге әкеледі. Ал әлсіз адамдар дейді, қиын уақыттар туындатады дейді. Ал қиын уақыттар проблемаға ұшырайтын адамдарға көбеюіне себеп болады дейді. Сол сияқты ол кездегі армияға барса да, дедовщина болса да, таяқ жесе де айтпайтын адамдар, олар кімдер? Соғыс көргендердің балалары етін олар. Соғыс көрген адамдар, ана 41-45-тегі соғысты көрген адамдар, олар выживаниемен өмір сүрген, әйтеуір аман қалсақ болды деген адамдар болған, олар барлық нәрсеге көніп, барлық нәрсені өмір солай деп қабылдай берген адамдар. Енді солардың тәрбиесімен өскен балалар да, ол таяқ жесе де, басқа болса да, не болса да, қандай қорлық болса да, шыдап, ең соңында мысалға соны жеңуге, соны жүрегіне алмауға, көңіліне алмауға, өмірді солай деп қабылдауға үйренген балалар. Ал енді 90-шы жылдан бері қарайғы балалар, оған мына батыстың идеологиясы кірген, олар жаңағы Голливудтың киноларында қызыл-жасыл романтикалық өмірді көрген, олар кинотеатрда отырып попкорн жеген, олар былайша айтқанда әлі күнге дейін балалықпен қоштаспаған, сол сізбен біздің әкелеріміз жасаған жайлы өмірдің рахатын көрген балалар. Бұл балаларға неге сен шыдамайсың деп те айтып кінәлай алмаймыз, себебі 90 жылдан кейінгі балалар менен ол 70 жылғы, 60 жылғы адамдардың түсінігі мен өмірге көзқарасы мүлдем басқа. Бірақ бұл жердегі мәселе неде? Ол әлемдегі елдердің барлығында көпшілігінде мысалы армия бар. Бірақ армияның бәрінде дедовщина бар деген сөз жоқ. Қазір біз ана кеше қоршап тастаған, сыртқа шығармаған совет қоғамында өмір сүргесін солай ойладық, әлемнің бәрі солай сияқты деп. Әлемнің армиясына рахаттанып барып, рахаттанып қайтып жатқан жігіттер көп. Мысалға, мына тұрған Түркия біздің бауырлас ел. НАТО-ға кіреді. Оның армиясы Америкадан кейінгі НАТО-ның ең мықты әскері болып есептелінеді. Сол әскерде бірлі-жарым оқиға болмаса, әлім жеттік деген, дедовщина деген жоқтың қасы. Мен сол қызмет еткендерге немесе соған барып, өзінің парызын міндетін өтеп қайтқан қаншама Түркияда тұратын адамдармен сөйлестім. Сендерде 6 ай таяқ жеу, одан кейін барып, жаңадан келген дұқтарды дет болып ұру деген нәрсе бар ма деп. Жоқ, таңғалады, ол қалай дейді, ол сенің бауырың емес па дейді. Ол армияға үйрену, тәртіпті үйренем деп келді, сен оны қалай ұрып соғасың дейді. Сондай бола ма екен деп түсіне алмайды да, мысалға дейді. Біз кеше бізге басқыншылық жасаған, бізді құл қылуға тырысқан елдердің бұл бізді бауырлығымызды кетіру, мейірімімізді кетіру, бір-бірімізге деген адамгершілік қасиетімізді кетіру үшін қолдан салып берген дүниелері ғой. Анау бүкіл қаншалаған политзаключенныйлар бар, қаншалаған халықтың қалаулылары миллиондап түрмеге қамалған кезде, соларды басқару үшін олардың ішінен жаңа понятияны ойлап тауып, оны былайша айтқанда қылмыстық жүйеге дін қылып кірген. Енді қазір әскердің ұстап отыру үшін осы дедовщиналықты да олар дұрыс деп есептейді. Яғни біріне бір басқарту арқылы. Ал енді біз жаңа заманға келдік, біз қазақпыз. Біз ол орыстан, оймауыттан үлгі алуды, олардан жұққан аурулардан құтылуымыз керек. Біз кешегі менен туған бауыры Наурызбайдың қарым-қатынасын үйренуіміз керек. Біз аға мен бауыр болған кезде біз дет пен дух болу деген нәрседен құтылуымыз керек та, керісінше аға және бауыр болу.
бауыр ағасын ағатай деп тұратындай, ағасы бауырын жан көкек деп тұратындай күнге жеткен кезде ғана біз бұл қайғы қасіреттен құтыламыз. Қазір адамдар армияға барып, балам тәртіп үйреніп келсін, балам жаңа елін жерін сүйіп келсін, сөйтіп қасиетті парызын атқарып келсін емес. Құдай бір қолын айтып военный билет алсын, ертең жұмысқа тұрғанда керек болады, немесе Құдай балам армияға кетіп қалып еді, бір кем болып келмесе екен деген бір аталардың көңілінде алаң бар да. Кеше мысалы Абай менен Оспанның бауырлығы қалай болды? Абай ағасы, Оспан інісі, кешегі жаңағы айтып отырғандай Кенесары мен Наурызбай, немесе тарихтағы қазір жүріп жатыр ғой, жаңағы Ұлы даланың таңы деген фильм жүріп жатыр Ахан Сатаевтың. Сол жердегі бұрындық хан менен Қасым сұлтандардың қарым-қатынасы қандай, бір-бірлеріне бауырлығы қандай, майдан даласы болып жатса да, жаугершілік заман болып жатса да, немесе кешегі Бауыржан атамыздың әскердегі өзінің бауырларына деген қарым-қатынасы қалай болды. Біз немесе Қайрат Рысқұлбек сияқты халық қаһарманы батырдың артында қалған Талғат деген бауырына жазып кеткен хаты қандай болды? Мен Талғатқа сенем деп. Сондықтан біз осы дүниелерден үлгі алуымыз керек. Бізге аталарымыз айтқандай, тұрып сиетін, ауыз арақ сасып жүретін адамдардың үлгісі бізден кету керек. Біз одан құтылмайынша бізде бауырлық болмайды. Қазір мысалға әркім баласын армияға барғанда өлігі келсін деп әркімнің үйінде айтыр, ұл тәрбиеленіп жатыр, қыз тәрбиеленіп жатыр. Ойбай, ол ұрған кезде шыдау керек еді, не болыпты, 6 айдан кейін өзі ұрады ғой деген нәрсені біз миымыздан, санамыздан шығару керек. Ол бала неге таяқ жеу керек? Ол бала таңертең 6-дан жетсін, арқасына алып алып, жүгірсін, секірсін, оқ атсын, қиналсын. Ол неге өзі сияқты қазақтан таяқ жеу керек? Ол неге әкең түрлі маттардың двойной, тройнойларын есту керек? Өйткені армиядан сол сөздерді естікпеген бала оны шариғат сияқты жаттап береді, ертең қалған кезде де сол двойной маттарменен етін боқтайды, әйелін боқтайды, содан есін 40-50-ге келем, сол боқтықтардан құтылам дегенше есіл өмірі қорқып өтіп кетеді. Өйткені ақсақ жаттан айтпа, Алхамдулилланы қайырып батыр десең, әлі сол боқтығы неше түрлі маттар аузынан шығып отырады. Ой, баяғыда әскерді әлі қоймады. Мен сізге бір нәрсе айтайын. Менде 21-22 жасыма дейін түрлі боқтықтың түрін білетім. Өйткені араласқан ортамыз сол болды, 90-шы жылдардың тірлігі боқтықтың неше түрлері. Енді ақынбыз, тіліміз күрсінбей келеді, неше түрлі боқтықтарды айтатынбыз. Құдайға шүкір деп айтайын, сол намазға жығылып, сол нәрсенің жаулаушы елдердің салған саясат екенін білгеннен кейін, қазақта ол сөздер, анайы сөздер, бейпіл сөздер оның лексиконында болған менен, ол жария жерде, елдің алдында, бала-шағаның алдында айтылмаған ол. Ол басқа жерде, ол кейбір құрдастардың арасында, кейбір жерлерде айтылған, соғыста, дұшпанмен шайқастарда айтылған. Сондықтан 22 жасымнан сол намазға жығылғаннан бастап күрестім, Құдайға шүкір, содан құтылдым. Қазір қандай ашу қысып тұрса да, қандай жағдай болса да, кімге не айтқым келіп тұрса да, аузымнан боқтық сөзді шығармауға тырысам, және шықпайды. Менен бала-шағамда, төңірегімдегілерде, менің қол астында қызмет етіп жатқан жас балаларда аузымнан орысша, қазақша боқтық сөзді естіген жоқ. Сондықтан да құрметтейді деп ойлаймын. Бұл күресетін нәрсе. Бұл бір дерт, мақтанатын нәрсе емес. Мысалы, көбінде біз табиғи нәрсе ғой. Ой, табиғи нәрсе, ол что естественно, то не безобразно дегендей, ол өмірде де болып атқан нәрсе ғой, соншама тақуасынбай қояқшы деп, қазір киномызды да боқтыққа толтырдық, приколымызды да, КВН-імізді нәрсенің ішіне қазір боқтықтарды пранкке де бәріне тықпалап жібердік. Өмірдің өзі ғой деп. Ол өмірдің өзі емес, ол бір көлеңкелі тұстары. Ол қай заманда да, пайғамбардың заманында көлеңкелі тұстарда адамдар боқтығына болады, ол қалмайды. Адамзат бар жерде қылмыс бар, адамдар бар жерде боқтық бар. Бірақ бір нәрсе бар. Күресуіміз керек. Жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Жаңа заман, жаңа қазақ боламыз, сапалы қазақ боламыз дейміз. Егер біз өзіміздің боқтығымызды дей алмасақ, аға інісін бауырын дей алмаса, бауыры ағасына дей алмаса, онда қандай жаңа Қазақстан? Сол себептен біз міне бүгін референдум өткізіп, ата заңымызға өзгеріс жатырмыз ғой. Барлық ел басқарған азаматтарымыздың бәрі айтып жатыр, сананы өзгерту керек деп жатыр. Сананы өзгерту үшін адам күш жұмсау керек. Бағанағы мен боқтықты қойғаным секілді, сөйлеу
ал түрде күрескенім секілді әр қазақта өзіне сырттан жұққан жаулаушы елдердің бізге санамызға сіңірген нәрселерін шығарып тастау керек. Мысалы қараңызшы, қарапайым ғана нәрсе, Мұхтар Шаханов ағамыз айтады, ағамыздан сұрайды Мұхтар Шахановтан, махаббат деген не дейді? Сонда Мұхтар Шаханов ағамыз айтады, махаббат дегеніміз дейді, ілуде бір адамның қолына түсетін, ол бір бақыт дейді. Шын махаббат деген дейді, пайымды, парасатты екі жанның, пайымды, парасатты екі адамның дейді, анау кісіліктің шыңында, ол парасаттың шыңында жолығу дейді. Біріншіден, ондай махаббаттың өзі әркімнің қолына түспейді. Екіншіден, ол критерийді жаңағындай қояды, Мұхтар Шаханов ағамыздың түсінде. Ал біз қазір махаббат деп жүрген жастарға Мұхтар Шаханов ағамыздың талап етпегі түгілі бірінші Мұхтар Шаханов ағамыз айтып отырған парасат дегеніне, пайым дегеніне, кісілік дегеніне, соның бәрін жеке-жеке түсіндіру керек. Міне, ұлттық код, ұлттық рух дейтін болсақ, жаңа Қазақстан, жаңа қазақ боламыз дейтін болсақ, тазаруымыз керек. Санаға сіңіп қалған көптеген жаңағы понятиямен, көшенің әдептерімен сіңген, басқа нәрсемен сіңген нәрселерден құтылып, оның орнын имандылықпен, кісілікпен, кешендердің сөзімен, немесе жаңағы батыстан, Жапоннан, Қытайдан, Америкадан да пайдалы білімдермен толтыруымыз. Яғни ескі әдеттермен жаңа Қазақстанға кіре алмаймыз дейсіз ғой. Кіргенмен не пайда, егер біздің санамыз сол қалпында қалып тұрса дейсіз ғой. Өте түсінікті. Мынау осыдан шығатын нәрсе бар ғой, жаңа сіз біраз адам қазақтың тұлғаларын атын айтып кеттіңіз ғой, сол сияқты енді біздің қазақта нағыз бір ер адам болса осы кісідей болу керек дейтін де бір адамдарды айтып бере аласыз ба? Қазақта кейінгі, қазіргі адамдардың арасынан. Білесің ба, бауырым, қазіргі уақытта бір бүкіл ел мойындайтын тұлға болу маңызды емес. Қазіргі уақытта әр адамның жеке салада бір жақсы қасиетін бағалау маңызды. Мен сізге айтайын, кеше ғана жаңағы 8-9 қабаттағы баланы құтқарған сәбиттер бар ғой. Сол сәбит, сағи деген жігіттер, міне, осы батырлық қайдан шықты? Осы жігіттік қайдан шықты? Олар бір батыр болайық, атымыз шықсын, ұялайық, жаялайық деген адамдар емес қой. Бір ситуациямен кез келді, жүректің түкпірінде жатқан тазалықпенен тегі намыс, жігер сыртқа атылып шықты. Қайрат Рысқұлбековтер де солай батыр болған. Қайрат Рысқұлбековтер де бұзықтығымен аты шығып, немесе бір жаңағы бүкіл ел шулатып жүрген адамдар болмаған. Желтоқсан оқиғасы болған, сөйтіп жаңағы өзіміздің еліміздің басшысы қазақтан болсын, немесе жаңағы біздің қыздарымызды көшеде жаңағы сырттан келген қаныпезерлер қинап жатыр екен дегенді естіп, ішкі намыстары сыртқа қайнап шығып барып, халық қаһарманы болып кеткен. Сондықтан ішімізді тазарту керек. Ішкі дүниемізді, парасатымызды, санамызды жақсы нәрселерменен толтырғанда әр қазақтың бойында батырлық бар. Әр қазақтың жігітінің бойында батырлық бар. Өкінішке орай, бізде ішкі парасат, имандылық, ізгілік, әділдік болмағандықтан біздің батырлығымыздың бәрі қатын сабауға, немесе жаңағы өзіміз білмейтін бір саясаттың сөзін сөйлеп, аузымыздан көпіріп, айбат, оттардың, неше түрлі адасқан топтардың соңында кетіп жатыр. Біздің батырлығымыздың бәрі басбұзарлыққа жұмыс жасап кетіп жатыр. Егер біздің ішкі дүниемізде парасат, ізгілік, тазалық сияқты нәрселер көп болатын болса, әр қазақ сол Сәбит пен Сағи сияқты, жаңа Қайрат пен Ләззат сияқты болып шығатынына менің еш күмәнім жоқ. Өйткені тектілік біздің қанымызда да, сүйегімізде де тұр, ешқайда кетіп қалған жоқ. Қазақты қаққанменен оның тегін толық құрталған жоқ. Қазақты кеше асқанменен, атқанменен оның бойындағы асыл қасиеттер түгелдей құрталған жоқ. Өйткені ол ананың сүтінде, әкенің қанында қалды ол қасиеттер. Ол бар. Бірақ қазір қазақ өкінішке орай сөзге ереміз. Біреу фук деп қалса былай қарай біреуді жамандап жүгіреміз, фук деп қалса былай қарай біреудің артынан өсек айтып кетеміз. Біріңді қазақ, бірі дос, көрмесең істің бәрі бос дегенде, біз бір-бірімізді кешіріп, түсінісіп, біреудің паложенесіне кіріп үйренетін болсақ, қазақтан ынтымақ болады, бірлік болады, сонда тірлік болады. Өте керемет. Мына жерде осындай сұрақ болып тұрған, сіз көп елді аралайсыз ғой, әртүрлі елде болдыңыз, Түркия елінде болдыңыз, Араб әмірліктерінде көп боласыз, батыста да болдыңыз, Европаны көрдіңіз. Яғни барлық нәрсе менің ойымша салыстырумен келеді. Әр нәрсені салыстыру арқылы кімнің қандай екенін, елдің қандай екенін білуге болады дегендей.
біздің жастармен сол сіз аралап жүрген елдердің жастарының бір салыстырып айтатындай бір айырмашылығы немесе бір әттең айы мен шіркін айы бар ма? Яғни біздің жастар ол жастарға үйрететін нәрсе бар ма, немесе ол жастардың бізге үйрететін нелер бар ма? Қалай ойлайсыз, осы бір айырмашылық бар ма, бір жақсы жаманымыз бар ма, кемшілігіміз дегендей? Яғни басқа елдердің жастары мен біздің жастардың бір айырмашылығы мен плюс минустарын айта аласыз ба? Әрине бар. Қараңыз, YouTube қолданудан, YouTube'дағы видеоларды ақтарып, соны көруден біздің Қазақстанның тұтынушылары әлемде үштікке кірді да. Әлемдегі үштікке кіріп жатыр. TikTok'ты пайдаланып, немесе TikTok'тағы елді артынан еретін біздің үздіктеріміз қазіргі уақытта әлемдегі үштікке кіріп жатыр да. Біз, яғни басқа елден біздің жастарымыздың айырмашылығы бар. Бірақ бір нәрсе бар да. Басқа елдегі жастар көбінде өзіне тиесілі болған шаруалармен айналысып, содан нәтиже шығаруға көп уақытын жұмсайды. Ал біздің Facebook, Instagram'дарды қарасаң, өсек пен ғайбатқа, немесе біреуді жамандауға, соның астына комментарий жазуға көп жастардың уақыты кетіп жатқанын, азаннан кешке карта сапырғандай TikTok'тың парақшасын сапыруменен, ақтаруменен саусағы мазөл болған ұл қыздарымыз бар да. Яғни біз өзіміз не керек екенін әлі білмей жатырмыз. Сондықтан біздің ата-бабаларымыздан қалған керемет сөз бар. Өзінің орнын білген адамға дейді, Алланың рахмы жаусын дейді. Адам өзіне керек нәрсені бекітіп алу керек. Мен таңертең жүгіремін, түсте жаңағы ағылшын тілін үйренемін, түстен кейін туысқандарыммен араласам, әке-шешеме қызмет жасаймын, кешке ерте жатам деген сияқты. Адам өзінің өмірлерін бір 100% болмаса да 80-90% белгілі бір қағидаларға, ережелерге, өзіне дұрыс деп тапқан бір қазықтарға жіп сияқты байлап қою керек. Әйтпесе өзінің қай аккаунтта не үшін жүргенін білмейтін адам көп қазір бізде. Ананың аккаунтында, мысалға өткенде бір кісілерге ренжіп отыр. Ойбай, солардың мысалға етіріп кетті, солар қазір қазақтың руханиятын құртып жатыр. Соның парақшасына тіркеліп, жазылып, лайк басып, комментарий жазып, мойындайды деген абыройды жинап беріп отырған бізбіз ғой. Мен 300 адамға келем Инстаграмда да, бірақ әр адамға не үшін тіркелгенімді білем. Бірақ мен сол тіркелген адамдарымнан бөлек көп парақшаларды қараймын. Бірақ тіркелмей қараймын. Неге? Тіркелу ол менің нақты шешімім. Мен біреудің парақшасына тіркелдім деген сөз, ол менің нақты шешімім. Мені сыйлайтын, мені құрметтейтін адамдарға сіздер де тіркелсеңіздер болады деген нәрсені жауап береді. Мен өте көп парақшаларды қараймын, бірақ оларға тіркелмеймін. Тіркелмей де қаралам. Себебі тіркелу деген сөз, ол адамға бір кірпіш болса да қалап, оның 1 миллионын 2 миллион адамға, 2 миллион оқырманын 5 миллион адамға жеткізуге үлес қосу деген сөз. Адам тек қана жақсы көрген адамдарын қарамайды ғой. Жек көрген адамды да қарайсың, зерттеу үшін, әртүрлі аналитика үшін да мысалға. Бірақ оған тіркелмей де қарауға болады ғой. Сол сияқты біз мысалға неге ананың 3 миллион аккаунты бар, неге анаған оқырмандар 5 миллион болып кетті деп ренжіп отырады адамдар. Қарасаң, сол ренжіп отқан адам өзі соған тіркелген. Лайк басып, жазып отыр.